Әйелдер осы мәселеде өте мән беру керек. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, күйеуің сенің не тозағың немесе жәннатың. Екеуінің біреуін таңдасын. Күйеуіне жақсылық қылу арқылы ол жәннатты таңдауы мүмкін өзіне, оған жамандық қылу арқылы ол тозақты таңдауы мүмкін. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жақсы әйелдердің бірі болуға мүмкіншілік бар. Әйелдердің ең жақсысы кім ол десе, сөз айтсаң мойынсынады. Сен оған қарасаң көзің қуанады. Оның әдемілігі үшін емес, оның шынайы адам болғандығынан. Көркем мінезді болған әйел болғандықтан көзің қуанады. Және сенің малыңды, дүниеңді және не? Абыройыңды сақтайды. Осы үш сипаты болған әйел шыныменен үйленуден бұрын осы әйелді іздеу керек адам. Үйленген болғанда да әйелінен сол нәрсені талап еткені жақсы. Өз күйеуіне жақсы боламын деген әйел де осы нәрсені іздегені жақсы.